Сәлеметсіздер ме, қадірлі ата-аналар. Сіздермен бүгін мен, Раушан Аружанқызы, психологпын, және сіздермен бүгін сіздердің балаларыңыздың есею кезеңіне байланысты, жыныстық есеюіне байланысты әңгіме құрайын деп отырмын. Жасөспірім дегеніміз не? Кім ол? Ол әлі ересек те емес, және яғни ол бала да емес. Ол есейетін деңгейге келіп жеткен жасөспірім бала. Оларға сіздің қолдауыңыз өте қажетті. Баламен жыныстық қатынастар туралы сөйлескен өте жөн, өте қажетті, өте маңызды. Сіз ата-ана ретінде соған үлкен үлес қоса аласыздар. Бала екеулеріңіздің араларыңыздағы ата-аналармен жаңағы қарым-қатынасты нығайту, ашылуына көп септік келтіруі мүмкін. Жаңағы осы тақырып, осы тақырыпта сөйлескен кезде ол сізге сенеді. Оған сол ақпарат өте қажет, өте маңызды. Сіздің жаңағы тарапыңыздан естіген, сіздің пікіріңіз өте маңызды. Қаншалықты сіз оны қолдай аласыз, түсініп жатқаныңыз өте сондай бір қажеттілік туындап жатады балада. Сондықтан да сіз бұл тақырыптан қашқақтамай, шынымен де осы маңызды тақырып кел екеуміз сөйлесейік, кел екеуміз отырып талқылайық. Не болмаса жасқансаңыз, қысылсаңыз, тоқтай тұр, мен бұл тақырыпқа балам дайындалайын. Сен маған уақытты бер. Мен бір-екі күн осы материалды жинап, ақпаратпен танысып, саған нақты керекті нәрселерді айтып беруге дайындалайын, және осыны айтып бере аламын деп. Бірақ уәдеңізді бергеннен кейін уәдеңізде тұруыңыз керексіз. Неліктен? Өйткені сіз баланың сенімділігін жоғалтып алуыңыз мүмкін. Даусын интонациясын және ашуланбай, қысылмай, ұялмай айтуларыңыз керексіз. Мысалы, көптеген сол жердегі жыныстық қатынасқа байланысты терминдерді дұрыс өз атыменен атаған жөн. Мысалы, пенис, инфекция, жыныстық қатынас, тағы да сондай презерватив деген нәрселерді дұрыс тілмен жеткізу керек. Және де сіз оны басқа бір салыстырмалы түрде, мысалы, жапырақ, бұл гүл деп атасаңыз, жаңағы бала серіңкіремейді. Жаңағы сізде сол кезде сенімділікті жоғалтып алуыңыз мүмкінсіз балада. Бұл баланың үйлесімді есеюіне зор ықпалын тигізеді. Мысалы, балаңыз өзінің кез келген проблемасымен келген уақытта эмоционалды жағдайына байланысты сізден сондай эмоционалды қолдауын талап еткізеді бала. Жаңағы бұл тақырып жаңаша тақырып, жаңа келбеттен ашылғандықтан бұдан бала білмейді, сіз оны қалай қабылдайтыныңызды, сіздің реакцияңыз қандай болатынына, және оған сол қолдау керек. Егер де сіз ой, құдайым-ау, сен мұны неге сұрап жатсың? Бұл не үшін сұрап жатсың? Тергеу сияқты жүргізетін болсаңыз, алатын болсаңыз баланы тергеуге, онда ол сізге сенімдікті жоғалтады. Және бұл тақырыпта болашақта сөйлесуге ешқандай да мүмкіндігі болмайды. Өйткені баланың ойда көзі де жетіп отырады. Сіз оны қолдамайтыныңызда және бұл тақырыпқа сөйлесе алмайтыныңызда. Менің өзім тәжірибемде кейбір енді қазақи біздің тәрбиемізге байланысты көп ата-аналар енді бұл жайлы сөйлесе алмайды. Біздің енді ата-анамыздың арамызда да ондай әңгіме болған жоқ. Ал қазіргі заманауи заманымызда бұл енді актуалды мәселе, және бұны айталмаған кезінде мен қазір көріп жатам, жастардың денсаулық орталықтары көп бар. Және солардың ішінде істеп жатқан мамандар да көп. Сол кісілерге, солардың көмегіне жүгінсеңіз де болады. Олар сол тақырыпта емін-еркін баламен жеке отырып сөйлесіп, бүткіл мәселені ашып, көзін ашып береді. Дұрыс білім бере алады сіздің балаңызға. ЖЖБ мен АИТВ инфекциясының алдын алу мақсатында балаңызбен сөйлесіп, жыныстық қатынасты кешіктіріп бастауға, жыныстық қарым-қатынасқа түсу үшін жауапкершілікпен теңдестірілген шешім қабылдай алуға,
Жыныстық серіктестердің өзара адал болуы, өзара сыйластығы, өз денсаулығы мен серіктесінің денсаулығы үшін өзара жауапкершілігі, мүше қапты әр жыныстық қатынаста қолдануға, есірткіні қолданудан бас тартуға бағыттай аласыз. Ал енді қыз бен жігіттің арасындағы қарым-қатынасқа келетін болсақ, жігіт те қызда өз жауапкершілігін мойындап білу керек. Қажетті нәрселер өте маңызды. Неге? Өйткені көптеген бұдан шыққан көп мәселелер туындап жатады. Отбасыларыңызға да қатысты болып жатады кейіннен. Және өздерінің жеке меншік өмірлеріне де әсер етіп жатады. Неліктен? Өйткені оның білімділігі жоқ ол кезде, ешқандай тәжірибесі жоқ болып жатса, бұл тақырып жабулы қазан болып, үстіндегі бетіндегі жабулы қазан болып қалып бара жатса, бала деген оны қай жақтан білсін, қандай жағдайға келіп апарып соқтыруына әртүрлі жағдайлар туындап жатады. Сондықтан да қыз баланы қай жерден ұстауға болмайтынын, қандай құқығы бар екендігін, қай жерде жоқ деп айтуға болу мүмкіндігі, соның бәрін айтып жеткізу өте қажет, өте маңызды. Тағы да қайталап айтып кетейін. Және ер жігіттерге келетін болсақ, олар да өзінің жауапкершілігін сезіну керек. Егер де енді көп ата-ана енді қиялдап жүре ма, сондай бір немен жүреді, қызықты тәжірибем, мен балам сүттен ақ судан таза деп жатады, ондай қарым-қатынасқа бармайды, біздің құндылықтарымыз өте басқаша, сондай деп ондай ойлары да болып жатпайды, туындап та жатпайды ата-аналардікі. Дегенменен статистика бойынша қарап тұрсаңыз, жыныстық қатынасқа түскен балалардың жасы 16,5 жас. Оның бәрі сіздің үйлеріңізде, отбасыларыңызға да түсуі мүмкін, әбден мүмкін. Сондықтан да ер жігіттерге айтып қою керек, жауапкершілікті мойындағанын, қай жағдайларға апарып соқтыруы мүмкіндігін, сол жағдайлардың. Және енді болмай бара жатқан кезде, мүмкіндігі туындап, енді сондай бір әрекетке баратын болған кезде, оның аптекаға барып, мүше қапты алып, соны сатып алуға мүмкіндігі бар екендігі. Бұл ұятты емес нәрсе. Енді сондай қажеттілік туындап жатқан кезде, соны барып істеуіне сондай несі бар, қақысы бар. Сондай бір қағида сияқты ретінде қабылдану керек. Баланың санасына да, және қыз балаларда сондай жауапкершілік туындау керек. Ертеңгі өмірлері неге апарып соқтыруы мүмкін, бұл байланыс неге апарып жеткізе алады. Егер ол сол жігітпен, мысалы, ер азаматпен сенімдіксіз бір қарым-қатынасқа түсейін деп жатқан кезде, бірақ енді былай қарап тұрсаңыздар, оның бәрі жыныстық қарым-қатынас неге апарып соқтыруы мүмкін? Тек қана ертеңгі күні бұл адамдардың арасындағы бала туылуы мүмкін. Ал бала қандай жағдайда туылу керек негізінде? Мүмкін соңында айтып кету өте маңызды шығар. Ең бастысы сол деп те ойлаймын. Бала әрдайым өте бір күшті махаббаттың әсерінен туылу қажет. Және ол бала қалаулы бала болу керек. Оның құқысы соған бар, сол баланы туылмай жатса да, ол соған құқылы. Балаларымыз бақытты болсын десек, біз соны айтып жеткізуіміз керекпіз. Өзінің жауапкершілігін мойындап, бала өзінің жауапкершілікті сезіну керек. Зорлық зомбылықтың арты жақсыға апармайды. Балаңыз депрессияға ұшырауы мүмкін, тіпті өз-өзіне қол жұмсауға дейін бару мүмкін. Ол өйткені үлкен стресс, күйзеліске апарады. Және де не істеуге болады? Балаңызды барынша қолданыз, түсінуге тырысыңыз. Және мен сені сүйемін, қандай жағдай болмасын, мен сені қабылдаймын, сен мен жүрегімдесің деген сияқты сондай жылы сөздеріңізді айтып қолдау көрсеткеніңіз өте маңызды балаға. Ал мүмкіндігіңіз болып жатса, онда балаңызды психолог маманына апарсаңыз да көрсетсеңіз де болады. Сіз ата-ана ретінде байқауыңыз керексіздер. Сіздің балаларыңыз кіммен қарым-қатынаста,
кіммен қарым-қатынасты құруда, қандай достардың ортасында, соның бәрін сіз байқап сезесіздер. Және де орталарында қандай адамдар болуы мүмкін деген сондай бір нәрсені сипаттап кетсеңіздер, жаңағы өте бір қиқулы, сондай бір арты таза емес, бір енді орынсыз әңгімелерді айтатын, не болмаса көзі қайта-қайта жүгіре беретін, не болмаса жүр бір нәрсені көрейік, соны көрші, өз көзіммен көрсенде болады, сондай нәрселерге көп ұсыныс жасай беретін адамдар бір күмән келтіретін, соны айтып жеткізу керек балаға. Негізі болашақта аранызда сондай бір келісім шарт сияқты нәрсе болса деп ойлаймын, енді өз пікірім. Неге десеңіздер, бір енді орын алған оқиға практикалық тәжірибемізде, бір бала сондай бір күмәнді жерге барғандықтан ба, енді бір сондай адамға тап болған кезде ол соны құтқарып қалды, соның өмірін, соның тағдырын. Неге, қандай уақытта, қандай жайда? Мысалы, сондай бір қиын жағдайға түскен уақытта бала емін-еркін өзін ұстай алмайды да, не болмаса мені құтқаршы деп жазу өте бір қиындыққа соғуы мүмкін. Сол кезде, мысалы, сол адамға ол айтты: мен ата-анама хабарласайыншы, жаңағы балықтарға жем шашсын деп. Сол уақытта сол нәрсе, сол СМС, сол дабыл әке-шешесіне бір күшті керемет дабыл берді, және ол соны болашағын құтқарып қалды. Сол баланы олар құтқарып ала алды. Сондықтан да сіздердің баламенен ата-аналардың қарым-қатынасы өте жақын, өте сондай жылы болғаны маңызды. Өйткені бұл балаңыздың болашағы. Мен ойлаймын, енді әрбір саналы ата-ана бір күшті бақыт тілейді өз баласына, жақсы жерден көргісі келеді, жақсы жайлардан, болмаса жақсы басынан өткізіп жатқан қуаныштарына бөленгісі келеді. Сол үшін де сіздің оларға деген эмоционалды түрде, эмпатиялық түрде қолдау көрсеткеніңіз жөн. Бұл кезде енді баланың есеуіне байланысты, сіз енді бұл кезде ұрысқан орынды болмайды, кеш. Оны сіз бала кезінде айтып түсіндіре алмаған нәрселеріңізді осы уақытта айтуыңыз түсіне қоятындығы баланың екі талай. Өйткені бала қалыптасып жатыр, есейіп жатыр. Оған көбісінше дос керек. Сіз ата-ана ретінде, саналы ата-ана ретінде оған күшті, кереметтей дос, тірек болсаңыз, сол бір үлкен жетістікке апарады деп ойлаймын. Бұл әңгімелеген тақырыбымыз сізге бір кереметтей бір сенімділік туғызатынына сонда сенгім келеді. Және сенемін де сіздің қолдарыңызда баланың болашағы және өз отбасын қалай құру керек екендігін, қандай қарым-қатынас болу керек екендігін, соның үлгісі ретінде сіз тұрсыз.